Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадина. Лимонның үй жағдайында да көптеген емдік тұнбалар жасап қайнатпа жасауға болады екен. Біріншіден, мұндай емнің жанама әсері болмайды, яғни ешқандай зияны жоқ. Екіншіден, ол арзан әрі пайдалы. Жалпы, лимон тыныс органдарының ауруларына, әсіресе ауа арқылы таралатын вирустық инфекцияларға, жұқпалы сырқаттарда жақсы көмектеседі. Баспа мазаласа, адам жұтыну кезінде қатты қиналып, ыстығы көтеріледі, тамағы қызарып ісіп кетеді, буындары мен бастың ауырғанын сезеді. Осы аурудан айығу үшін 1 кило лимон алсаңыз жетіп жатыр. Мұндайда лимонның қабығын аршып, оны бір бөліктен алып, дәкеге орап, жеке-жеке сығып, сөлін шыны ыдысқа жинайсыз. Лимон шырыны қанша болса, оған сонша көлемде минералды су қосасыз. Дайын болған лимон шырынын баспадан емделу кезінде сусын орнына ішіп жүру керек. Ол тәбетті арттырып, қызудың көтерілмеуіне, тамағыңыздың тез жазылуына көмектеседі, аурудың таралуын тоқтатады.